Армысыздар, қазақ елі. Енді баршаңызға көңіл айтам. Дулат Ағаділ бауырымыздың, марқұмның баласы осындай жағдайға душар болды. Енді қайырым берсін. Үйіндегілер енді бұдан артық қайғы көрмесін. Қазақтың елінде азаттығымызды ойлаған жастар, текті ұрпақтарымыз қазірде қайсарлы арыстандай ұмтылып, мына биліктің жауыздығын көріп тұрса да, содан тайсалмай ұмтылып атқан осындай батыр жүректі бауырларымыз аман болсын. Енді барлық тектілерімізден айырылсақ, қалған бақа-шаян не істейміз? Онда күніміз мүлдем қараң болады. Бүгінгі мына халық мүлдем жүрекке үрей кіргендігі. Біз қорықпаймыз дейді, айтсаң. Жоға, біз қорықпаймыз дейді. Шын мәнінде іс-әрекетінен көрінеді ғой әркімнің. Қандай жағдай екен, қандай екен. Әрине біз кешегі алаш арыстарындай дана емес шығармыз. Олар сол оқымаған десек те, олардай біз біліміміз мүмкін, біздің даналығымыз оларға жетпей жатқан шығар мүмкін. Бірақ та осы кезінде білесіздер ғой, талай айтылған әңгіме, анау алаш ордашылар, нағыз қазақтың зиялылары, нағыз бетке шығар қаймақтары, солардың бәрін қырып тастады да, тобыр ғана қалды. Тобырды басқару оңай. 25 мың адамды атып тастаған сол кезде. 25 мың арыстарымыз. Одан кейін де қаншамасын соттап, әртүрлі жағдайларда қырды. Қазақтың өзі де қырылып қалды. Сол ауызбіршіліктің жоқтығынан. Ал қазір қараңыздаршы, осы көшеге шығып жүрген бір 1000 шақты ғана белсенді бар. 1000 шақты ғана. Оның өзі соған жете ме, жетпей ме? Енді анау митингтерді қарайсыздар да шошынасыздар. Ой, бір адамға 5 полиция бар сияқты. Шын мәнінде белсенділер халық жоқ. Ал қазір халық үндемей қалып еді. Билік мінекей жаңағы тіпті де өзінің жауыздығын көрсетіп жатыр. Міне қазір арыстарымыз шынымен ел үшін деп бастарын бәйгеге тіккен бауырларымыз қазір сотталып та жатыр қаншамасы. Маған да осы өткенде ұстағанда 27 қазан күні көшеден ұстап алып, ең бірінші апарып, маған жасағандары 405-ші баппен қылмыстық іс қозғады. 2-ші тармағымен. Үйге келіп тексеру жасап, тінтіп барлығын қарады. Телефоным, ноутбугым барлығын алды, заттарды алды. Қазір мен ешқандай құрал жабдығым жоқ, эфир жүргізетін. Мұнда біреудің телефоны, менікі емес. Осындай жағдай болып жатыр. Бұның барлығы неге болып жатыр, ағайын? Бұның бары халықтың үндемегендігінен, баршамыздың немқұрайлығымыздан болып жатыр. Әрине, осындай арыстарымыздан айырылсақ, қазірдің өзінде енді әрине бұл жүрекке үрей кіргізеді. Көбі бас тартып қалады бұдан. Бірақ та бізде басқа жол бар ма, ағайын? Басқа жол жоқ қой бізде. Сондықтан қорқатын ештеңесі жоқ бұл жерде. Өйткені дұрыстап ойланған адамға, өзекті жанға бір өлім, бас дұрыстап ойланған адамға қай жақта да өлім. Ертеңгі ұрпақтың жағдайы не болады? Шырылдаған шымшықта құстың өзі, аң екеш аң. Аңның азуы бар ғой, анау құстар мысаға. Болмаса бір дәрменсіз қандай да бір. Солардың өзі шырылдап кеп балапанын қорғағанда, ол өзінің басын бәйгеге тігеді мысаға. Ал біз адамбыз ғой, саналы адамбыз. Ал біздің бүгінгі іс-әрекетіміз бұл ұрпақтың алдында да қарабеттігімізді, осындай ұсақтығымызды көрсетіп отыр, бейшара ынжық жасықтығымызды. Өзіміздің ар алдындағы да біздің жаңағы беретін есебіміз. Онда да сіздің кеудеңіз керіліп, жүзіңіз жарық бола алмайды. Ата-баба аруағының алдында да осы жер үшін қан төккен, жан берген, мыңдаған жылдар осы мына топыраққа сіңіп кеткен бүкіл сүйектері осы жердің астында жатыр. Ата-бабаларымыздың бір емес, екі емес, 10 емес, бәленбай атамыздың, бабаларымыздың шежіременен кете берсек, 10 мың, 20 мың жылға да кетерміз. Оның да уақыты келер, онда. Қазірде 5000 жылдық тарихы бар ғой, міне Ботайға қарап.
Соншама уақыттардан бері бабаларымыз осы жерде өмір сүрген, солардың сүйегі жатыр. Ал бүгінгі ұрпағы жауапкершілік жоқ бізде, ағайын. Бұл деген өзіңнің алдында, адами болмысыңның алдындағы үлкен қылмыс. Өзекті жанға бір өлім дейді. Қайда кіріп алтын сандықтың ішіне кірсең де сен аман қалмайсың. Ал бірақ сенің атыңды асқақтататын атың, есімің, іс-әрекетің, өмірің. Қазақ ояну керек, ояну керек. Енді өткенде мен осыған қалай мені ұстағанымды айта кетейін осы жерде. Өткенде мені 27 қазан күні ұстағанда қылмыстық істі ашты ол өз алдына. Одан басқа маған мысалға бұлар Facebook парақшама менің мысалға 17 күні мен шықтым қамалып 25 тәуліктен. Менің телефоным өздерінде болған, ИВС-та болған. Ал 22 күні сол парақшамды өзгертіп жіберген олар. Парақшамның паролін өзгертіп жіберген, Facebook парақшамды. Сонымен өздерін алып алған оны. Ол менікі емес. Мен оны жариялағам. 17 күні жарияладым. Одан кейін де бір-екі рет айттым. Бірақ та 22 қыркүйек күні 25 қыркүйек митинг болады, шығыңдар деп менің атына жарнама жасапты. Жазба жазған жаңа менің парақшамда. Менікі емес қой енді, КМБ өзінің алып алған. Өздері жасаған. Соны сылтауратып мені 15 тәулікке осы жолы қамады тағы да. Сөйтіп жазықсыздан жазықсыз тағы да 15 тәулік отырып шықтым. Енді қазір невыезде жаңағы бердік. Енді қылмыстық іс қозғады, онымен де жүреді. Мүмкін болса мен ойлаймын, осы менің әзірге қылмыстық жаңағы тергеу біткенше мен енді эфирға шықпай шығармын. Оны да айтып өтейін. Эфир бітсін, жаңағы тергеу бітсін, бәрі орнына тұрсын, одан кейін шыға жатармыз амандық болса. Сол ағайын. Енді баршасы өзімізге байланысты, халыққа байланысты. Осындай бауырларымызды ешқандай қорқыныш жоқ, қорқыныш тек қана жүректе бізде. Ішкі жан дүниемізде, өзімізде қорқыныш. Әйтпесе біз осыншама тас түйін болып бекісек, біз миллионбыз ғой, 19 миллион халықпыз. Ал биліктің соңында бір кішкентай ғана бір, әр кетсе бір 60 мың, 70 мың полиция бар. Басқасы бар жай. 1000 емес қой, 100 мың емес қой. Миллион емес қой. Біз 19 миллионбыз ғой. А бірақ 19 миллион үрей бар жүректерде. Сол полицейлерде де, бізде де осындай ащы өлімдерге келіп жатыр. Мынау жақында мінекей сайлау болады, білесіздер ғой. Сайлау уақыты қашанда үлкен митингтерге ұласады. Қашанда солай ол. Қарасаңыздар, кішкене анализ жасаңыздар, өздеріңіз түсінесіздер. Басқа елдерде қай уақыттарда митинг болды. Сол сияқты бізде де осылай болады. Сондықтан осындай жағдайлар жасап жатыр олар. Жақсы ағайын. Мен енді ойлаймын, тергеуім біткенше мен эфирға шыға қоймаспын. Бірақ та Асқар Қайырбек YouTube каналы ол жұмыс істей береді. Ол жаңа Астана белсенділері бәріне тапсырып қойған мен. Өздерінде кіретін нелері бар. Мен оны жариялағам осы жерден. Сондықтан ол тоқтамайды, жүре береді. Сіздер де қолдауларыңызды көрсетіп отырыңыздар. Бірлікте болайық ағайын. Жақсы күндерде жолығайық. Осы менің айтарым. Кешегі Алаш арыстары 25 мыңын қырып жіберді мысалы. Мен айттым ба, оны айтпадым ба? Қайта эфир жасап отырмын, өшіріп тастаймын, қайтадан айтамын. Сол 25 мыңның баршасын атып өлтірді ғой кезінде. Осыдан бір ғасыр бұрын. Қалғаны тобыр қалды. Қаншама аштықтан қырылды. Ал енді қазіргі уақытта мінекей 1000 шақты ғана біз белсенді бар. Оның өзі мінекей ыдыратып, оның өзін осындай жағдайға ұшыратып жатыр. Енді кешегі арыстардан айырылған уақыттың өзінде қазір анализ жасап соны ойласа, мысалы, қазір айтады адамдар, сонда неге халық, қазақ неге қолдамаған оны дейді. Ренжиді сонда өзінің бабаларына. Ал бірақ қазіргі өзі қазақ өзінің іс-әрекетіне қарасаң, одан да сорақысын жасап отырсың. Ол уақытта білген жоқ, интернет жоқ, басқа жоқ. Ал қазір біз бәрін білеміз ғой. Бәрін білеміз, бірақ қорқамыз. Бірақ одан тірі қалғанның несі жақсы одан? Тірі өліксің ғой онда. Тірі қалған несі жақсы?
Сондықтан іс-әрекет жасау керек. Тірі адам тіршілік жасау керек. Ар намыс деген бар, ұят деген бар, ұрпақ деген бар, аруақтар бар. О дүниеге барсаң бетіңе түкіреді. Өзіңнің арыңның алдындағы сұрақ жауабың бар. Осының бәріне кеудеңді керіп тұрып, жүзің жарық болып жауап бере алатындай жағдай болу керек. Егер біз арыстарымыздан енді айырылсақ, айырылып та жатырмыз ғой. Сотталып жатыр қаншамасы. Қаншамасы атылып жатыр. Кілең бақа шаян ұсақ түйек қалғанымыз не істейміз? Тобыр болып қаламыз онда тағы да бір ғасыр сорлаймыз. Ал қазір мына оянып жатқан бауырларымызды қолдап, неге батырларымыздың соңынан ермейміз? Бізге азаттық керек, ағайын. Осы енді мен әзірге тоқтата тұрам. Эфирға енді шыға қоймаймын. Тергеу бітсін. Содан кейін амандық болса тағы да жүздесерміз.